аталарымыздың оқиғасын оқып отырсаң ше, олардың сөйлеген сөздерін қарап отырсаң, біздің қазіргі тіл байлығымыз өте төмен. Қазақ тілі емес, біздің біліміміз аз, сөз байлығымыз, сөздік қорымыз өте төмен екенін байқайсың. Қарасаңызшы, бір қария, адамдар көңіл сұрап келіп, артыңда ізің қалды ма дейді. Балаң бар ма деп сұрап жатыр ғой. Сөйтсе ана қария айтады, жылайтыным бар, көметінім жоқ дейді. Алар кетеді. Сонда қарасаңызшы, ол не деп жатыр десе, жылайтыным бар деген, қызым бар деген. Көметінім жоқ дегені, ұлым жоқ дейді. Ұлым жоқ, қызым бар деген да. Бізге қазір солай айтса, дұрыстап айтса, түсіндіріп айтса дейсің ғой, өйткені біздің басымыз жетпейді да ондай нәрсеге. Ал анау келген адамдар бұның сөзін түсініп отырды. Демек қызы бар екен, ұлы жоқ екен. Жылауды әйелдер қатырады ғой енді. Негізі ер адамның жұмысы жаңағы жерлеумен айналысу ғой. Және жаңағы оқиғада қараңызшы, жаңағы қария жазда ешкінің етін сұрап жатыр, күзде қойдың етін сұрап жатыр, қыста жылқының етін сұрап жатыр деген нәрсе. Біздің аталарымыз осылай істейді екен. Жазда ешкінің еті адамға жеңіл болады екен. Күздің күні, қыстың күні сен ешкінің етін жеп жылын алмайсың, ол суық, салқын болады да ол еш. Қыстың күні түсінікті жылқының еті, қойдың еті желінеді екен да. Оны біздің аталарымыз өте керемет ұстанған да, ұстанып келген екен. Жаңа қазыны ұнға тығып қойып тұрып сүрлейді екен, оны қыстың күні жейді екен да. Жазда жемейді, бірақ жазда көтереді ол. Бір қария кісі, ұстазымыз, үлкен ұстазымыздың да мынау сөзін айтқан кезде, мына қара қой, мысалы, ақ қойдан гөрі қатты бағаланады ғой. Осын сол бұрын естігенбіз бұны біз, бірақ түсінбейді екен осыны. Осыны айтып отқан кезінде айтты, құйрық, мынау кәдімгі қойдың құйрығы бар ғой. Осы құйрықтың адамға өте пайдалы екендігін айтты да, бұрынғы аналарымыз баласына құйрық сорғызады екен. Қазір жоқ қой ол, қазір бітті ғой, сосық сорғызамыз болды ғой. Соны айтады, қара қойдың құйрығы деп айтып отырады, қара қойдың құйрығы. Не үшін қара қойдың құйрығы десе, қойларда әдет бар екен. Көлеңкеге келген кезде олар денелері сыртта қалады екен да, бастарын көлеңкеге тықса болды, өйстіп тұра береді екен ғой. Құйрығы әрдайым күннің астында тұрады. Сөйтсек, қара тері күнді қаттырақ тартады екен ғой. Түсіндіңіз бе? Қара тері не үшін қаттырақ бағаланады десе, ол күннің көзін қаттырақ өзіне энергия алады екен да. Қара қойдың құйрығы ақ қойдыңкінен гөрі құнарлылау келеді дейді. Бұл жерде тағы айтқым келетіні құйрықтың пайдалылығы да. Бұл біздің бұрынғы апаларымыз марлемен сорғызады. Қазір қараңызшы, медицина жағынан алған кезде бұрын біздің аяқтарымызды тіліп кетсе, біз не істейтін едік, оған топырақ себетіміз. Сөйтіп жазылатын. Үлкен адамдар біледі. Бұрын өзім жас кезімде есімде, сізді оқшылады денеге бір қара бір жапырақ болады, көк жапырақ, үлкен атқұлақ дей ма білмеймін енді. Соны жапқан кезде не істейтін еді? Кәдімгі анау тартатын, солқылдатып тұрып тартып алатын. Қазір оны білмейді қазіргі жастар, келіндер. Неге? Қазір ауырса біз тек аптекаға шабамыз ғой. Тек қана дәріге отырып қалғанымыз ғой біз. Сол аталарымыздың тарихтарын ашып қарасақ, кішкене үйренсек.